Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыз мәліметтер типтерін жіктеу. Бүгінгі сабақта үйренетініміз Pythonдағы сөздік, картеж, логикалық тип. Мәліметтер типтерін жіктеу. Сабағымызды бастамас бұрын біз өткен сабақтағы үй жұмысын тексерейік. Берілген программаға түсініктемелер жазу керек. Текстен программа сөзі. Жұмыстың нәтижесі бойынша бірінші жол барлық сөзді шығарады. Екінші жол бірінші, екінші, үшінші, төртінші символды шығарады. Үшінші жолда соңынан екінші символды шығарады. Төртінші жол әр үшінші символды шығарады. Сіздер де өз жұмыстарыңызбен тексеріп алыңыздар. Балалар, біз мәліметтер типтерінің бүтін сан, нақты сан, жолдар, тізімдер, сөздіктер, картеж, логикалық тип болып бөлінетінін білеміз. Өткен сабақта бүтін сан, нақты сан, жолдар, тізімдер туралы қарастырғанбыз. Енді бүгін сөздіктер, картеж, логикалық типке тоқталатын боламыз. Картеж тізімдерге ұқсас мәліметтер типінің бір түрі. Картеж кәдімгі жақша ішінде үтірлермен бөлінген мәндер қатарынан тұрады. Тізімдер мен картеждардың арасындағы басты айырмашылық картеж элементтерінің өзгерту мүмкін еместігі. Картеждарды тек оқуға арналған тізім ретінде қолданасыңдар. Тізім мәлімет типінің элементтерін өзгерту қажет болмаса, жаттағы бос орынды үнемдеу үшін бірден осы картежді пайдаланып кетуге болады. Картежге тік жақша емес, жай жақша тән. Мысалы, А тең мына мәлімет берілген. Сандар 1, 2, 3, 4 және мәтін сан, сосын тағы 100, тағы басқа болып. Яғни print A баспаға ан шығару керек болса, бізде осы Ада берілген мәннің барлығын толық шығарып берді. Тізімдермен жұмыс жасағандай, картежде де элементтерді қиып алуға болады. Яғни print жақшаның ішіне А, тік жақшаның ішіне 3 мәнін беретін болсақ, түсініктемесі үшінші элементті қиып алу. Pythonда элемент санау 0-ден басталатынын естеріңізге салайын. Бұл жағдайда жауабы 4 болады. Яғни біздің үшінші тұрған элементіміз алынды. Ал егер print жақшаның ішіне А, тік жақшаның ішіне 1 қос нүкте 3 тік жақшаны және жақшаны жауабын шығаратын болсақ, онда 2 және 3 мәндер алынады. Тек оның элементтерін өзгерте алмаймыз. Берілген А объектісіндегі 0 элементті, яғни 1 сан 11-ге ауыстыратын болсақ, онда программада төмендегідей қателік шығады. Аудармасы tuple объектісі элемент тағайындауды қолдамайды, бірақ тізімдер типінде элементтерді өзгертуге болады. Сөздіктер. Pythonдағы сөздіктер кілтпен ашылатын сұрыпталмаған элементтер жиынтығы. Сөздіктің әр кілті белгілі бір мәнге сәйкес келеді. Кілт кез келген өзгермейтін деректер болуы мүмкін. Сан, жол, картеж. Ал мән кез келген мәліметтер типі болуы мүмкін. Кілт және оның мәні осындай фигуралық жақша ішіне жазылатын болады. Python тілінде қарапайым сөздік құрып көрейік. Мысалы, Аят 16 жаста, Аяжан 17 жаста, Азат 1 жаста. Есімдер мен жасын экран бетіне шығаратын сөздік құрамыз. Мұндағы есімі кілтті, жасы мәні. Print, яғни D-ны баспаға шығаратын болсақ, программа нәтижесі төмендегідей көрсетіледі. Ал логикалық тип. Pythonда қарапайым логикалық операторлар бар. Сонымен қатар күрделі логикалық өрнектерді құруға болатын операторлар and, or, not және немесе емес. Not операторынан басқа барлық логикалық операторлар екілік болып табылады. Бұл not операторынан басқа операторлардың сол және оң жағында өрнектер болуы керек дегенді білдіреді. Логикалық операторларды қолдану арқылы бұл өрнектер бір-бірімен салыстырылады.
Логикалық операциялардың нәтижелері логикалық мәліметтер типіне ие. Мынадай мысал көрсетілген программаның нәтижесі. Яғни, бірінші жолды, екінші жолды енгізіп шығарғанда жолдың ақиқат немесе жалған екенін көрсетіп тұр. Балалар, енді практикалық жаттығулар жасаймыз. Мына жұмыста сандық мәліметтер типтерін кестеге дұрыс орналастыр. N бүтін сан және float нақты сан берілген. Ажыратып жазуымыз керек. Бұл жұмыстың жауабы n-ке бүтін санға 9, 11, 15 сандарын теріп жазсақ, ал нақты санға 2,5, 12,5, 123,1 сандарын теріп жаздық. Келесі жаттығуымыз көрсетілген программаны Python тілінде орындағанда экранға қандай жауап шығады? А тең жақшаның ішіне 13, 19, 20 және мектептер сөзі. Print A. Бұл тапсырманың жауабы 13, 19, 20 және мектептер сөзі. Яғни, А-дағы берілген мәннің барлығын сол қалпы шығарып беріп тұр. Келесі тапсырма қажетті анықтаманы сәйкестендіреміз. Мәліметтер типтері, тип, Pythonдағы сөздіктер. Төменгі жағында қажетті анықтамалар көрсетілген. Жауабы: мәліметтер типтері қабылдай алатын мәндердің және олармен орындауға болатын амалдардың жиынын анықтау. Тип: шамалардың қабылдайтын мәндеріне берілетін сипаттама. Ал Pythonдағы сөздіктер кілтпен ашылатын сұрыпталмаған элементтер жиынтығы. Балалар, енді компьютерлік тапсырма орындаймыз. Кітабымызда 101-ші бетте берілген. Картеж мәліметтер типін пайдаланып, жемістердің атын жазыңдар. Екінші орналасқан жемісті кез келген санға ауыстырыңдар. Программа қандай қателік шығарды? Мұғалімге хабарлаңдар. Бұл тапсырманың жауабы орындалуы және нәтижесі берілген. Аға, алма, анар, банан, алмұрт сөздерін жазып, нәтижесін алсақ, сол сөздерді шығарып берді. Ал есептің берілгені бойынша екінші орналасқан жеміс кез келген санға ауыстыру керек. Яғни, екінші орналасқан жеміс бізде анарды, мысалы, 7 деген санға ауыстырдым. Сол кезде программада төмендегідей қателік шығады. Бұл қателіктің аудармасы tuple объектісі элемент тағайындауды қолдамайды. Бірақ тізімдер типінде элементтерді өзгертуге болады екен. Келесі тапсырма мемлекеттер мен олардың астаналарының атауын шығаратын сөздік құрыңдар дейді. Кілт пен мәнді тағайындаңдар. Бірнеше мемлекет пен қалаларын жазып қойдым. Сіздер басқа мемлекетті таңдасаңыздар болады. Бұл сұрақтың жауабы міне? Орындалуы нәтижесі. Келесі компьютерлік тапсырма программаны Pythonға теріп, тапсырманың ақиқат немесе жалған екенін тексеріңдер. Жауабы: мәліметті тергенде нәтижесі неке. Яғни біз берілген бойынша ақиқат немесе жалған екенін анықтауымыз керек. Бұл жерде А1-ге 18 санын қойдық, А2-ге 25 санын қойдық. Сол кезде екінші сан біріншіден үлкен дейді. Яғни, бұл дұрыс болды. Ақиқат деп көрсетіп тұр. Енді осы сандарды ауыстырдық. Бірінші санға 25, екінші санға 18 енгізсек, екінші сан бірінші саннан үлкен. Яғни, жалған беріп тұр. Есептің берілгені бойынша А тең А1 кіші А2-ден болу керек.
Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Картеж дегеніміз не? Сөздіктер деген не? Қандай қарапайым логикалық операторларды білесіңдер? And or not қандай операторларға жатады? Себебін анықтайық. Не себепті логикалық типтерді бір-бірімен салыстырған кезде абай болу керек? Жауабы: себебі қарапайым логикалық операторлармен сандар мен жолдарды салыстыруға болмайды, бірақ нақты және бүтін сандарды салыстыруға болады. Тізім мен картежде қандай айырмашылық бар? Талдап салыстырамыз. Тізімдер мен картеждердің арасындағы басты айырмашылық картеж элементтерін өзгерту мүмкін еместігі. Картеждерді тек оқуға арналған тізім ретінде қолданасыңдар. Тізім мәлімет типінің элементтерін өзгерту қажет болмаса, жаттағы бос орынды үнемдеу үшін бірден осы картежді пайдаланып кетуге де болады. Келесі тапсырманы дәптерде орындаймыз. Кілттерге және оның мәндеріне мысал келтіреміз, кестені толтырып. Жауабына, мысалы, кілт аты, мәні әсем. Кілт мектеп, мәні жетпіс. Тағы осы сияқты толтыра берулеріңізге болады. Енді балалар, үйге тапсырмаламыз. Мәліметтер сөзіне ребус құрастырамыз. Осымен сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.